Математика ғылымның ежелгі заманнан қазіргі уақытқа дейінгі дамуын зерттейтін ғылым. Кез келген жаратылыстық ғылым, мысалы физика, химия, астрономия, тағы сол сияқты ғылымдардың қалыптасуы мен дамуын түгелдей математикамен тығыз байланыста болады. Математикасыз қазіргі заманда ешбір ғылым және ешбір адамзат тарихы болмаушы еді. Сол себепті де математика ғылымдар патшасы деген сөздің мағынасының маңызы зор. Қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін математика пәнінен 38 жылдың көлемінде ұстаздық етіп келе жатқан Ирина Шестакова бұл мамандықты таңдағанына еш өкінбейтіндігін айтады. День учителя для меня всегда праздничный день. Ұстаздар күні мен үшін үлкен мереке. Мен өзімнің еңбек жолымда көптеген түлектер шығамын. Әр жылы сол оқушыларымның саны артып, жылдан жылға мереке мен үшін үлкен мерейтойға айналуда. Оқушыларым қашанда келген кезде алғыстарын айтып жатады. Мен осы мамандық иесі атанғаныма ешқашан өкінген емеспін және өкінбеймін де. Өз жұмысымды 38 жыл бұрын қалай бастадым, қазірде дәл солай жақсы көремін. Адамдар мамандықты жүрегінің қалауы бойынша таңдау керек. Өйткені әрбір адамның болашағы таңдаған мамандығына тікелей байланысты дейді ол. Ал өзінің ұстаздық жолында дәл математиканы таңдаған себебін бұл ғылым адамдарға ой салу арқылы толғандырып, адамзатты ойшыл, салмақты болуға, ақыл парасаттылыққа жетілдіруіне көмектеседі деп түсіндіреді. Наверное, это один из дней, когда ученики... Бұл күн балалар үшін ерекше деп ойлаймын. Себебі дәл осы күні оқушылар ұстаздардың еңбектерін түсініп, шексіз шынайы алғыстарын айтып жатады. Балалар бізге күнделікті рахметтерін айтады. Бірақ ұстаздар күні оқушылар және бізге ұстаздар үшін де ерекше жылу береді. Өмірде мамандықтың түрі көп, әр мамандықтың өзіндік ерекшелігі бар. Ұстаз таудан сарқырай аққан тау өзені секілді. Айналасына қуат беріп, жолында кездескендерді суымен нәрлендіріп, таудай қиындықтарды тастай домалатып, білімнің сар даласында тыныштық тауып дамылдайды. Ұстаз жер деген әлемнің бетін көркейткен, шәкірттеріне шуақ төккен күнәна. Қасиетті мамандық иелерінің ішіндегі жауһары. Өзге мамандық атаулары өздерінің түр сипатын мың құбылтып жатса да, еш өзгесіз сол бәз баяғы қалпында жас ұрпаққа адамгершілік қасиеттерінің дәнін еккен диқаншы. Қасиетті қара шаңырақтың білім нәрімен сусындап, мұғалім деген атақты алып шығу, оқушыларға жақсы тәрбие мен білім беру үлкен ерлік. Себебі біз тәрбиелеген ұрпақ ертеңгі күні еліміздің тірегі болмақ. Тәуелсіздік тұғырын, еліміздің тыныштығын сақтап қалатын да солар. Сондықтан ұстаз болу жүректің батырлығы.